Алтын домбыра иегері Еркебұлан Қайназаров Астана командасы. Асыл домбыра иегері Қазірет Бердіхан Алматы командасы. Толықсып ұқсап тұрған толған айға, дүнияда Астанадай орда қайда. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, әуелі келіп тұрған мен маңайға. Астанада ақындар көп еді ғой, көп болса топқа түсіп толғамай ма? Әужекеңдер депутат боп кеткесін, орыны биік бізден әлде қайда. Жазушыларға бастық боп дәукең кетті, қолы жеткен барады ол маңайға. Секең жүріп мына бізге бапкер болып, басыма енді бақыт орнамай ма? Жарайды олардікі жұмысы ғой, кешегі Балғынбектей молда қайда. Айнұр менен саралар саудада жүр, жас жүйрік Жандарбектей жорға қайда. Жеме-жемде Мейірбек сырға кетті, әсемде кетіп қалды Облабайға. Жұмыстың бәрін тастап өзім келдім, ағайын бұл ісімді қолдамай ма? Айтыс деген өлеңнің соғысы ғой, соғыстан жеңілгендер сорламай ма? Екі талай күн туса ел басына, қоңыраулы найзалып қолға қайра. Есі дұрыс адамдар ең бірінші, өзінің астанасын қорғамай ма? Шаяным тартып кетті қырға қарай, шортаным су деп кетті сырға қарай. Аққуым Түркияға ұшып кетті, ұшқанда да артына бір қарамай. 22 жыл тұрғасын Астанада, келеміз тура жолмен сырғанамай. Досыммен қош шәкірдімді ертіп шықтым, кетерміз, кетпейміз төрге бүгін туғадамай. Тәуекел деп тас жұтып шығып тұрмыз, еңбегіміз сіңсін деп бұл қалағай. Ордаға ойрат келіп шапқан кезде, ту түбінен табылған мың баладай. Сейілтіп кеудедегі күдіктерді, жүректе жарқыратып үміттерді. Екі көзім төрт болып отыр еді, Ерманов есігімнен кіріп келді. Ескі Қазақстанда ауырып ед, жаңа Қазақстанда жүріп келді. Ағайын қошеметтеп қоймаймыз ба, ұлт өнерін сақтаған ұлық келді. Жүкеңді қартайды деп ойламаңдар, сіздер үшін айтысқа тұрып келді. Ақштың президенті болған кеше, Трамптан 5 жас кіші жігіт келді. Кеңдігімді сұрасаң тұрандаймын, өрлігімді сұрасаң қырандаймын. Бабамның да ұраны, қаламның да, мен шапсам бәйтеректе бұрандаймын. Ордама шауып жатқан кім екен деп, жолыңды күнаңдаймын, түнаңдаймын. Өзіміздің Алматы екен сөйтсем, дәуірінен келатқан трамвайдың
Алматым мың жасаған қарт шақар ғой, қарияма қастандық қыла алмаймын. Онсыз да қалт құлт еткен ақсақалдың таяғын тартып алып жыға алмаймын. Талғардың балалары секілденіп, тепкілеп шалшауқанды ұра алмаймын. Әкесіне жақтасқан балалардың кеудесіне пышақта сұға алмаймын. Мойындап өзі бата беріп кетсе, сен үшін білегімді сыбанбаймын. Астана 26-ға жаңа толды, жалғыз ұлы секілді жуанбайдың. Жігітке шалды жеңген ерлік емес, жеңсемде аса қатты қуанбаймын. Осындай жаймашуақ заманда кең, тілеушем жақсылықты әмәнда мен. Ассалаумағалейкум Хазіретжан, сәлем беріп қояйын сағанда мен. Бір топ бала келді деп еді Алматыдан, ойпырмай кім екен деп алаңдап ем. Ішінде қару бар, қыз бар деді. Одан сайын кетті ғой жаман зәрем. Өзімнің ақындарым екен сөйтсем, суырып сабайтатын табанды өлең. Жұрттың бәрін қорқытпай жүрсеңдерші, мынадай мамыражай заманда кең. Хутордың балдарындай соңғы кезде жүретін бопсыңдар ғой командамен. Хазірет ойға самға, қырға самға, хан тәңірден келген соң шыңға самға. Талғардан талғар жайлы аузыңнан, өз аузыңнан естиін талғар жайлы. Тақырып таусылмайдау таңға дейін жырласаң да. Қылмыскердің тағдыры не болып жатыр? Әлі күнге тайраңдап жүрма сонда. Осы жайын ел жұртқа ашып айтшы. Сіздер жақта заң болмай тұрма сонда. Бізді қалай жеңем деп кеп тұрсыңдар, әлдерің әлен келіп бір Хасанға. Ай қалада отырып ап есіл өткен, ет алғын кеп отырма кесіп еттен. Шығасап Алматымды мазақтадың, ерке бұлан сөйледің несін өктем. Алматы қазағымның құт қаласы, бір жаратқан біздерге несіп еткен. Мәселесін түгелдей теріп айтып, сөздерің жөн болмады кесім еткен. Хасанды ұстамадың деп отырсың, айтылатын сөз емес осы көктем. Ұстатпай жүрген Астанадағы көкесі ғой сендердің қалаларың шешім еткен. Алматы азаттықтың бесігі дейді, Құдайым бізге солай несіп еткен. Сондықтан Алматыны жамандама, бесігін жамандайды есі кеткен. Ерке бұлан сөз айтам сағанда мен, дәл осылай сөйлер деп алаңдап ем. Астананың намысын жалғыз қорғап, батыр болдым деп айтты табанда мен. Ертіп кеп екі-үшеуің келдім дейсің, қосылғандай өзенің жаңарына мен. Үйім командаңмен жүресің деп айтасың, жауап беріп кетейін оғанда мен. Сен секілді менсінбей командаласын, мақтанатын жігітпін командамен.
ажалы пышақ әлде оқтан боп па? Бір жігітті 10 жігіт соққан жоқ па? Хасанның жайын ашып айт деп отсың, сен дөзі интернеттен ақпар жоқ па? Ол қазір түрме жақта жауап береді, солай қарай тұлпары шапқан жоқ па? Шындық егер іздесең мен айтайын, қазағым қанның дәмін татқан жоқ па? 2-3 жылдай ұстатпаған сол Хасанды көкеңіз көрші болып отқан жоқ па? Ай төбесіне шықсақ та қай төбенің, әуелі азаттықтың ай төлеңін. Ассалаумағалайкум елордама, әлемдік салтанатқа сай төредің. Қалаңның қандай күшпен салынғанын бұл күнде аңыз қылып айтады елім. Бірінші бәйтеректі орнатыпты дегендей бәйтерек боп жайқал елім. Ең биік құрылысы сол болыпты, ескірген суреттерден байқап едім. Ал қазір зәулім ғимараттар жырлауға жетіспей тұр әй теңеуім. Бәйтеректе көрінбей қалыпты ғой, барлап байқап жүрсіңдер байтақ елім. Мұның бәрі ағайын сенің арқаң, әрқайсыңа алғысты айта келдім. Орман болды дегенің осы емес пе, жапанға еккен жалғыз бәйтерегің ай. Артта қап тартқан азап көрген бейнет, кетпесін босағанмен төрден зейнет. Астанадан 10 шақырым қашықтықта құлагер тұр құлашын кергендей боп. Сол мүсінді көрмесем келген сайын сезінбейм елордаға енгендей боп. Бүгінде жиналыпты кілең жүйрік шаршы топты шаңына көмгендей боп. Күрең байдай көзімен сынай қарап жүкең отыр жүйрікке сенгендей боп. Сағынысып біз шықтық сахнаға, сағынайдың асына келгендей боп. Астанам жарқырап тұр құлагердің мойынына тағылар өрдендей боп. Құмарыңнан бір шықшы көрерменім, құлагерлер шабысын көргендей боп ай. Ай біз емес біз айқастан қашатұғын, шапқа келгенде сасатұғын. Ассалаумағалайкум ерке бұлан, сәт келді ау пердеңізді ашатұғын. Соңғы кез астамсып бір сөйлеп жүрсің, ақын жоқ деп өзімнен асатұғын. Айтыста термелетіп игигайлап белгілі жырдан шашу шашатының. Жекпе-жекке шақырам бүгін сені, керегі жоқ тасадан тасатуың. Барыңды сал кәнекей шайқасайық, басқалада тұратын басақыным ай. О, қызыл тілің емес пе ұраныңда, қызынғанда салатын. Қызыл тілің емес пе құралыңда, қызынғанда салатын ұраныңда. Айтыстан сабақ берер ұстаз едің, өнердің шабыт дейтін тұрағында. Жеребе айтысқа жел қуған қаңбақтай боп жоламайсың, жеребе айтыс бар десе бір ауылда. Асыл домбыраға жоқ болдың бір шықтың да, жол ортада таусылды бұлағыңда. Жекпе-жек айтысқа да бармай қойдың, күтібем ақсуаттай дүр ауылда. Есесіне оқушылар айтысында отырасың қазылықтың құрамында. Оларды жекпе-жекпен айтыстырып, қанып жүр айызыңда құмарыңда. Ақыл айтып отырасың жеребемен айтысқан талапты қыз қырағұлға. Отоба осындайда болам екен, туындап отыр менің сұрағымда. Жекпе-жек жеребемен сен шығып жеңді деген көрмеді көз естімеді құлағымда. Кезек беріп көрейін не дейді екен, айтыстан сабақ берген бұғалымға. Өзінде жоқ талантты іздеп жүрген, сөз берейін Қожа Насыр мұғалімға.
Ол рас Алматыны бесік еткем, бесігін жамандамас есік еткен. Алматыға бір жаман сөз айтпадым, сөзіңді құрасаңшы осы ретпен. Мен айтсам Хасан жайлы бір сөз айттым. Кешегі қанды қол көшеңізді кесіп өткен. Жауап берсең осыған жауап берсей, деймісің мына бізді шешім еткен. Алдын ала дайындаған шумағыңды жауап қылып отырсың бес ретпен. Айналайын сен мықты ақын болсаң, өлеңіңді айтсаңшы өш ретпен. Ысқылап отырмысың алақанды, мен де осы көп күттім дара таңды. Мен емес сен астамсып сөйлейсің ғой, жалғыз сілкіп тұрғандай Алатауды. Ол рас мен жастарға тәлім берем, олар әлі танытар әлі таңды. Айтыстың табиғаты сол емес пе? Балдарға үлгі қылып келемін мен, анау жүрсін ағамдай наратанды. Ұстасың деп сен мені мазақтама, атырып жүрмін ғой мен жаңа таңды. Шәкірттерің кім десең көрсетейін, әне Мұхтар Қонарбай інім отыр. Көрерге өлеңменен атырған Алатаңды. Шәкірттерді танымай жүр екенсің, олар әлі аузына қаратарды. Бейнетімнің зейнетін көресің ғой, күзге қарай санайды балапанда бай. Шақырып қоймайсың ғой жекпе-жекке, өзімде кеп отырмын бетпе-бетке. Қорқақ бастап бірінші ұрат дейді, бастап алып соңында шетке кетпе. Екеуміз бет көретін адамдармыз, абырой үшін ағаңды өкпелетпе. Бұл қазақтың жыраулық ақындығы Еркебұлан сахнада төкпелетсе. Мен барымды арнаймын елім үшін, обал ғой маңдай терден текке кетсе. Байқаймын бір жақсылық көксейсіңдер, бір ауыз сөз айтсам мен өстейсіңдер. Астанада көкесі бар дейсің бе, сендер қашан ақиқат естейсіңдер. Талғардың жайын біраз сұрап едім, неге осы жауапқа көшпейсіңдер? Үй өртеніп жатқанда бауырыңның ресторанда отырып ет жейсіңдер. Оқиға болған кезде тойда жүріп, айтысқа кеп өтірік өксейсіңдер. Әкім, прокурор және де полицияң бар, қылмыстың жолын неге кеспейсіңдер? Бәлені Астанаға жаба бермей, қылмыстың түбін неге теспейсіңдер? Астанадан тексеріс бара қалса, бізде жақсы жағдайым бестейсіңдер. Қанқұйлы қылмыс ізін жасырмақ боп, бейне таспа барлығы бос дейсіңдер. Хазірет деген атың бар емес пе? Құдайдан сендерді үміт көксейсіңдер. Қытайдың камерасын жоярсыңдар, Құдайдың камерасын не істейсіңдер? Ай. Хазірет Алматыға уәкіл болған, Шұғайып қасындағы шатыр болған.
Алматыға айтайын, Секе сізге айтайын, мың рахмет. Жасап шығыпсыз батыр қолдан. Хазірет Алматыға келгенінше тақпақ деген нәрседен тақыр болған. Шұғайыптай ұстазы сөз үйретіп, 25-ке келгенде ақыл қонған. Ұстазының басына түнегенде бір оқыс оқиға боп зақым болған. Содан бері жалғыз физик ақыммын деп айтқаның бүкіл елге нақыл болған. Ньютон деген атаңды естуші едік, басына алма құлап хәкім болған. Сен сияқты физикті тұңғыш көрдім, өндіріске емес өлеңге жақын болған. Тал түбінде жатқанда жер сілкініп, құрттаған апорт құлап ақым болған. Физигім ғылым жайлы сайрағы шақ, біздермен қалай байланысады. Сенің жырың бітпейтін ғылым болды, Жұматайдың музасы Ләйла құсап. Жұрттың Илон Маск дейтін балалары жер түгіл ашып жатыр айға құшақ. Ал біздің физигіміздің түрі мұнау, сауда қылса сарттарда жайға алысады. Казгуден шыға салып сабақ бітсе, базар жаққа қаны бір қанат байлап ұшады. Қойыпсың бір базардан қойманы сап, сатамын деп 1000 түрлі майдан ұсақ. Оригинал деп ұрасың алушыға, іштеріне мадейін чайнаны сап. Кешке қарай шабады ресторанға, шашын тарап қалтаға айнаны сап. Бағана запчаст сатқан клиенттерге асаба боп ашады тойдағы шақ. Осыдан ақ белгілі біздің ғылым, жасаймыз қайдан кеме, қайдан ұшақ. Автокөлік шығарат деп жүргендер, автобөлшек сатумен айналысада. Ау Еркош, бәрін білгіш төресің бе? Құдай-ау сақтап жүрсің ненесің де? Қаншай жатып сен маған дайындалдың, білмеймін жеңесің бе? Жаттағаныңды айтпа деп маған айттың, байқадық бұл Еркоштың өресінде. Осыншама ақпаратты жинап алып қаламын деп отсың ба елесіңде? Басқаны қойшы, осы айтқан шумақтарыңды суырып сап айттым дегенге сенесің бе? Ай, қызғанып қимай отсаң сен төріңді, қызған кезде соғайын мен темірді. Шаппа-шаппен жауапты мен беремін, өйткені ойлаймыз ғой ертеңімді. Бұл физик зауыттарды ашпайды деп желсіз жерден кердің ғой желкеніңді. Біз жаңалық ашқанбыз мақаламен, қадырын ғылым журнал ерте білді. Сен бірақ ондай журнал оқымайсың, үйрететін ғылымға тер төгуді. Оқитының нұр кизет, ыстан кизет, өсек пен төсек сырын шерте білді. Көретінің Инстаграм мен ТикТок қана аздырған әйел менен еркегіңді. Дәлелімді келтірем, алсанаңыз. Интернетпен уландық қаншама біз. Зауыт неге салмайсың деп айтасың, жауабын мен берейін, дәл санаңыз. Облыстарда өндіретін зауыттар жоқ, қашан сондай фабрикамен тамсаламыз.
Себебі жаңалықты қарар болсаң, тек қана билеп ән саламыз. Күнімізді төрешпен батырамыз, таңымызды қайратпен қарсы аламыз. Байынан ажырасқан жұлдыздарды жаһанға жаңалық деп жар саламыз. Осылай жүре берсек айналайын, түбінде банкроттықты қарсы аламыз. Бір облыста болмаса 30 завод, 30 елге кірем деп шаршамаңыз ай. Ай, тоқтамадың еркошым, зырылдадың, белгілі апшыңызды қуырғаның. Алматымды ек кезек жырладың ғой, жөн шығар Астанаға бұрылғаным. Әрмен қарай сен соған жауап берші, ұнайма, ұнамайма суырғаным. Біздер жатсақ ақынға қыспақ қылып, Астана жайлайтайын ыстап тұрып. Бұл қалада 560 тұрғын үй бар. Санап шықтым картамды ұстап тұрып. Тең жартысы атауы өзге тілде, өзге атауды шығарды ұшпақ қылып. Аланда Артхаус, Каспий Плаза, бірнешеуін айтайын нұсқап тұрып. Пекин Палас, Москва, Абу Даби маңдайшасына жазыпты мысқақтырып. Осылардың орнына қоятындай қазақта қалып беді күштат құрып. Шыншыл болсаң осыларды неге айтпайсың? Айтпа деп қойдым әлде қыспақ қылып. Астананы қарап отқан әкімдерің қазағымның тіліне тіс баттырып. Құдайдан сұрап алған Астананы жіберіпті құрама іштат қылып ай. Шумағын көп сөзілді дастан құсап, келесіңде сиясың ашсам құшақ. Мақаламен жаңалық қылдым дейсің, әлемдік сенсация ашқан құсап. Жаңалық ашсаң бауырым ашу керек, жарықтық Ньютон менен Паскаль құсап. Айтсайын ғалыммын деп мақтанасың, жыраумын деп бөсетін аспан құсап. Ғалым деген ол Асқар Жұмаділді, ғалым деген ол Мұхтар Өтелбайып, бүкіл қазақ үлгі алып ашқан құсақ. Сен ештеңе тындырып жатпасаң да, кеуде кере сөйлейсің аспан құсап. Бір мақала жазғанда мынандайсың, бір ғылымға үлесті қосқан құсап. Басқа сен ғалым болмай-ақ қойш, мақтанышың кетті ғой дастан құсап. Отыра бер екі көзің бақырайып, иероглиф жазылған тастар құсап. Ештеңе істемей-ақ айтып тұрған өлеңің сала құлаш дастан құсап. Еңбектетер түрің бар елдің бәрін, еңбек ері атансаң Асқар құсап. Хазірет Астанама ел жүредің, тілің жетіп жырладың ел жүрегін. Өз тілің келмей отырып жаттап апсың, мен де соған бір түрлі боп жүредім. Пекин Паласқа кеп көзің түсіпті ғой, соған жылып қалғандай кең жүрегің. Ол рас неше түрлі атаулар бар, соны көріп бір түрлі боп жүремін. Ал депутат мырзалар естідіңдер, мен де соны айтсам ба деп жүредім. Жетісу
Сүйінбай мен Жамбылдар-ау, келгенде қара өлеңге даңғылдар-ау. Арғатасын сұрасаң Қабыл Иса, бер жағы Болатбектей балғындар-ау. Есенқұл мен Жарықтық Ораз ағам, шапқанда шаршы топты шаңғылған-ау. Ермек өлең жазбаған ермек үшін Хасенде біраз мұра қалдырған-ау. Сенің енің оларға ұқсамайды, шумағың шұрық тесік жалбыр жамау. Бірің Алтай, біреуің бай өлкеден, топтың аты тоғысқан тағдырлар-ау. Команда құрар кезде Серік ағам ақылын 6 бөліп дал қылған-ау. Ораздың орнын басар оғлан таппай, оймен қырға шапқылап қаңғырған-ау. Болатбекте қырсығып шықпағасын, амал жоқ, жоқтан барға қам қылған-ау. Уақыт таяп қалған соң аяқ асты, сендерді Пиндододан алдырған-ау. Ай, тәкаппарлық ойыңнан хабар берем, сауатты сөздерменен жанар дерем. Ерке бұлан бұл сөзің қисынсыздау, ұстайтын жерден ұстап қалар дебем. Ағайын бұны қалай кешіреміз, тап бермеде дұрыс сөз табар дегем. Ақынды алғаш көрдім, қазағымда қарсылас ақындарын тауар деген ай. Мен өзім қазағымның адамымын, ақындардың ішінде адалымын. Қытайдың тауарына теңеп отсың, секілді қандастардың жанарымың. Сен ұлай төмендетпе пенделерді, Қытай емес Құдайдың тауарымын ай. О, мен емес жамандыққа маталатын, ередім елден алғыс баталатын. 2 сағат бойы, 2 кезек бойы менсінбей өлең айттың. Апырау мұнау неткен қатал ақын, физиксің тамадасың саудагер деп, біздерді біраз жерге апаратын. Ғылымды сен емес мен айтайын, физикамен шықты ғой қатаратым. Айлығы шайлығына жетпегесін, тұрмыстық тығырыққа тақалатын. Қанша ғалым жол іздеп шетел асты, ғылымның биігіне апаратын. Қанша ғалым кәсіпкер болып кетті, қиып тастап ғылымда атағатын. Ал мен болсам Казгуде сабақ берем, шәкіртке тиіп жүр ғой шапағатым. Ұстазды ғылы жолда ұстап тұрған, ғылымға деген ыстық махаббатым ай. Ай, түскіреді жеміне арық қойдың, ниетің сондай жаман танып қойдым. Қарсыласты болама менсінбеуге, алдыңа адамдықпен жарық қойдым. Тойханасында өлең айтат деп отырсың, оғанда назарымды салып қойдым. Ол рас 2 жыл бұрын мейрамхана жалғалып кәсіпкерлікке бағыт қойдым. Біреу келіп суымды тексереді, ал деген аппаратын алып қойдым. Біреу келіп светті тексереді, жақ деген жарықтарын жағып қойдым. Кедергілері көп екен біздің елде, бизнес жасауға мен анық тойдым. Ол аздай күндейді ерке бұландар, соңында жүрсіңдер деп нағып тойдың. Сенбесең өз көзіңмен барып көрсеш, есігіне дәу құлып салып қойдым. Сендейлердің аузын жабамым деп, тойханамның есігін жауып қойдым ай. Ай, өлеңім өндіріспен ырысым де, тәкаппарлық пендеден құрысын де. Жарқылдап қоймайсың ғой, мақтанумен жарқ еткен жұлдыздай боп түн ішінде. 2 кезек жұмысымды жырлап отсың,
ендігі ашылатын тынысымде сен одан да жұмыссыздық жайын айсай, жұмысы көп адамда жұмысың не ай. Кездесем деп жүредің бірде маған, мен сенің мазаң денді мүлдем алам. Мен тәкаппар, өзімшіл болған жоқпын, бауырым жала жауып күлме маған. Айтыстың шарты осы болғаннан соң, бұл тоқтаса кезекті бірден алам. Ғылым жайлы әңгімең көп екен ғой, ішінен керегін теріп алар білген адам. Ресторанға құлыпсап қойдым дейді, мынауың ұнамадым мүлде маған. Ғылымды да ұшпаққа шығармайдау, мейрамхана жүргізе алмай жүрген адам ай. Халқымның артта қалып термен шері, Астанам орда болды ендеңселі. Алматымыз қонаққа келіп жатыр. Шетінен кілең мықты салмен сері, қонаққа бір қояйық қошемет қып. Айтысып жүп болар деп сенгем сені, елге қызық айтайық біз одан да. Әужекеңнің қимылына бөлген сені, атыңнан айналайын ей Астанам, мен тұңғыш 4 жасыңда көргем сені. Ол кезде сол жағалау мидай жазық, жайылған жылқы сиыр шөп жеушеді. Оқуымнан ауылға барған кезде үлкендер ұстап алып тергеушеді. Астанада оқимын деген кезде әй қойшы деп қолдарын сермеушеді. Селинада комбайн айдағанбыз, жазы маса, қыс қатты жел деушеді. Онда қалай күн көріп жатырсыңдар, ит байласа тұрмайтын жер деушеді. Бүгін міне өзгерді, бәрі өзгерді Астанада. Мінекей ел болдық қой ендеңселі. Азаттықтың бесігі айналайын, мұнайдан айналайын салған сені, Құдайдан айналайын берген сені. Оқиғам осы болса дағы осақ көрген, көңілім сен дегенде босап берген. Целиноград кезінде бұл далада орыстар бидай егіп масақ терген. Құдайға мыңда шүкір демейміз бе, азаттықтың мүсінін қашап берген. Ит байласа тұрмайтын Целиноградтан, ат байлайтын Ағорда жасап берген. Біреуі шығып жатыр түр айтысқа, біреуі шығып жатыр сүр айтысқа, біреуі шамасынша қайымдасып, бірі шықты жігітпен қыз айтысқа. Ал Хазірет осымен қайрайық, мені де өзіңді де бұлай қыспа. Сүреге сап, капитан сүреге сап қойғаннан соң, амал жоқ отқан шығар бұл байқұста. Осыменен айтысты қайрайық тұрғанда, осыменен айтысты қайрайық елде куә болғандай дүр айтысқа.
Астана Алматының қаймықтысы, шешілетін нәрсе емес бір айтыстава. Әзірет бір қайыр. Ай тауысып қазір еттің тағаттарын, жырладың ба қалай болды сағат жарым. Бірде байқұс ал бірде тауарсың деп, жарамады жүректі қанатқаның. Түске дейін жұма намаз болады деп белгілі мешіт жаққа баратқаның. Келе салып кемсіттің бауырыңды, атасың жалалардың садақтарын. Кешке қарай конгресс қолда шашылды ғой, түске дейін жинаған сауаптарың. Ол сөздің жақсы маржанын теру керек, ондай такаппар сөздерден жеру керек. Ит байласа тұрмайтын Астана деп айтқаныңа қанша рет көну керек. Осы сөзді алтын домбырада айтып едің, көрерменнің есіне ену керек. Бір сөзді екі айтып отқан үшін екінші алтын домбыра беру керек. Ер жақсысы ел үшін қам қылыпты, ер жаманы өз басын жар құрыпты. Амалсыз отқан шығар деп қояды, ерке бұлан ел жұртты таң қылыпты. Сүрлеуге салар болса мен де жырлап, көңілден азайтамын бар күдікті. Мысалы сен тұратын Қосшы жақта, Қосшыда тұратұғын ерекеңді Құдайым бүгін маған пар қылыпты. Ол жерде қосшы құлыптар әулет өткен, байлық жайлы сейілтіп бар күдікті. Бірақ олар сен секілді паң болмапты, жамандыққа көңілін тарғылыпты. 80 керуен тұратын керуен сарай есілдің жағасына салдырыпты. Россиядан әкеліп диірменді Ақмоланың бидайын нанғылыпты. Сарыарқадан машина зауыт саламын деп Германияда мамандар алдырыпты. Аяқасты дүниежүзілік соғыс болып жоспарын жол ортада қалдырыпты. Бұрынғының адамы міноз, байлары міносындай, ел үшін екі көзін талдырыпты. Туған елін ұмытпас тойған шақта, байлар жайлы байыптап ойлансақ ба. Қазір елде 160 миллиардер бар, Форбстың өзі дізіп қойған сапқа. Шалқып өмір сүргенге мәз болып жүр, байланып ақша деген айнол соққа. Қосшы құлыптардың қолына су құя алмас, олар елді ойлаған байған шақта. Елім кедей болып жатса не қайыр бар, жалғыз байып аспаннан айдалсақта. Құдайым жаңа қазақ ұстанымды, халықты жеймін деген ойдан сақта. Жауған найзап тигізбес батырменен, елге пайда тигізбес байдан сақта. Бәрекелді, рахмет ақындар. Қошемет. Қос ақынға қошемет, ардақтағайын.